250 формасын ECP'сіз қалай тапсырамыз? Алдымен iPhone'да App Store немесе Samsung'тарда Play Market'ке кіреміз. Салық азамат приложениесін көшіріп аламыз. Приложениеға кіреміз. Сол жақ қапталында басамыз. Настройка профиля регистрация. Мына жерге иін жазамыз. Войти, зарегистрироваться. Сіздің eGov Mobile'дағы телефоныңызға SMS келеді, соны енгіземіз. Быстрый код кез келген Face ID-ді өтсе де болады, өтпесе де болады. Опросты өтсе де болады, өтпесе де болады. Келесі сдать декларацию. Подать декларацию. 250 форма. Категория. Егер де жұмысқа тұрайын деп жатсаңыз, категория А болады. Егер де бұрыннан жұмыс істеп жүрген болсаңыз, категория Б болады. Қай жыл екенін таңдаймыз. 2023 па, 22 ма? Декларацияның түрі. Очередная ма, дополнительная ма, первоначальная ма, соны қарайсыздар. Резидент. Прописканы таңдаймыз. Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность сведений, приведенных в данной декларации. Деген жерге птичка қоямыз. Бірінші сұрақ. Егер де сіздің үйіңізде 10 000 айлық есептік көрсеткіштен асатын наличный ақша болатын болса, оны мына жерге добавить деп кнопка басып, суммасын және валютасын көрсетесіз. Егер де жоқ болса, онда келесі сұрақ, егер де сіздің шет елде жылжымайтын мүліктеріңіз болса, онда добавить деп басып, ол бойынша ақпаратты көрсетесіз. Жоқ болса, толтырмайсыз. Келесі, егер де шет елде автокөліктеріңіз болса, ол туралы ақпараттарды толтырасыз. Жоқ болса, толтырмайсыз. Келесі сұрақ. Егер де шет мемлекеттерде 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын сіздің банктерде ақшаларыңыз, счеттарыңыз болса, соны көрсетесіз. Келесі сұрақ. Егер де шет мемлекеттерде заңды тұлға ретінде сіздің жарғылық капиталда үлесіңіз болатын болса, толтырасыз. Жоқ болса, толтырмайсыз. Бұл бастапқы 4 сұрақ. Шет мемлекеттерде сіздің қандай да бір жылжымайтын мүлігіңіз, автокөлігіңіз немесе счеттарыңыз, банкте ақшаларыңыз, жарғылық үлесіңіз болатын болса ғана толтырасыз. 5-ші сұрақ. Бұл жерде Қазақстанда болсын, шет мемлекетте болсын, егер де жылжымайтын мүлікке үлескер болып ақша салып қойсаңыз, бұл жерді міндетті түрде толтырасыз. Добавить деген кнопканы басасыз. Бірінші, застройщиктің номері, аты жөні, қай мемлекетте, адресі, қандай сумма енгіздіңіз және қандай валютада енгіздіңіз, соны жазасыз. Жоқ болса, толтырмайсыз. 6-шы сұрақ, егер де сізде инвестициялық алтындар болатын болса, оны толтырасыз. Мына жерде салмағы, мемлекеттің коды, суммасы және валютаның коды. Келесі сұрақ. Қазақстанда немесе одан шет елдерде бағалы қағаздарыңыз болса, оны толтырасыз. Мына жерде қанша екен саны, мемлекеттің коды, қандай бағада алдыңыз және де валютасы. Келесі сұрақ. Егер де Қазақстанда немесе одан шет мемлекеттерде сіздің авторлық құқығыңызда интеллектуалдық меншіктер болатын болса, оны толтырасыз.
мына жерде қандай интеллектуалдық меншік түрін жазасыз, патентінің номерін жазасыз, мемлекеттің кодын жазасыз және қай күннен бастап ол жерде сізге құқығыңыз бар, сол датаны толтырасыз. Жоқ болса толтырмайсыз. Келесі сұрақ: егер де сіздің Қазақстан мемлекетінде немесе басқа да сырт шет мемлекеттерде 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын басқа да мүліктеріңіз болса, сол туралы толтырасыз. Бұл жол жеке тұлғаның қалауы бойынша толтырылады, толтырмаса да болады. Бұл жерде объектінің аты, саны, мемлекеттің коды, бағалық құны және де валютасы толтырылады. Келесі: егер де Қазақстан Республикасында немесе басқа мемлекеттерде сіздің қарыздарыңыз немесе алашақтарыңыз болса, сол туралы жазасыз. Бұл жерде банктегі кредиттер, займдар толтырылмайды. Тек қана басқа бір тұлғаға нотариалды түрде қарыз берсеңіз немесе қарыз алсаңыз, солар толтырылады. Добавить кнопкасын басасыз. Добавить кнопкасын басқан кезде бұл жерде не толтырылуы керек, барлығы толығымен жазылған. Бұл бөлімде берешек алған немесе берешек берген адамның жеке сәйкестендіру номері, аты жөні, мемлекеттің коды, қарыздың суммасы және валюта жазылады. Және соңғы бөлім: бұл жерде егер де сіз біреудің құқығына өзіңіздің мүлігіңізді басқаруға беретін болсаңыз, сол туралы толтырасыз. Бұл жерде мүліктің объектінің аты, номері, кімге бердіңіз соның жеке сәйкестендіру номері және қай күннен бастап сіз оған сенімгерлік бердіңіз басқаруға және қай күнге дейін ол сенімгерліктің уақыты тоқтайды, соны толтырасыз. Барлығын толтырып болғаннан кейін продолжить кнопкасын басасыз. Подписать с помощью SMS и отправить деген кнопканы басамыз. Мына жерге тағы да біздің номерімізге SMS келеді, соны толтырасыз. Скачать уведомление батырмасын басу арқылы өзіңізге қажетті құжатты көшіріп аласыз. Видео ұнаған болса каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Көп рахмет.